At semiri ık buldun, alamdı buzgan güğaşka, çoğuluşup kırk buldu, tonsuz gelgen çorağa, jakasın altın jengeceğiz, koşpadana turguy göz, ton giygizdi zormanaz, atsız gelgen çorağa, kara bayır kazanat, kalbir öpkö jizgadat, kamış kulak son tuyak, at mingizdi zormanaz, malsız gelgen çorağa, adırda jırkın aravaş, argımak budan aradaş, at mingizdin zormanaz. Boyduk gelgen çorağa, oymağız botağız, жазық маңдай қадем қаш, құмырысқа бел тасма бой, сұқсұр мойын құндыз шач, сұлулығын айтпай қой, тылтылдаған сұлудан алып бердің зорманаз, үйсіз келген чырағы, қырмызы менен чырматқан, уық менен кереге, 18 түрлі сырдатқан, 12 қанат ақсарай, салтанатың бір давай, ордо бердің зорманаз, айкөл маназ барында, орампой теп, ұрдатып, шатыраш ойынып таңсадып, көксілөсін бүріктерін ырғап жатып қалышты, көңілдерін өсішіп мұнашанда қырғыздар ошо жырғап жатып қадыштыңа. Сүрөттө Манас өзүнүн ишемендүү тулпар ак күлөдө минип турат. Ал кыргыз элине коркунуч алып келген жаман күчтөргө каршы чыгат. Төмөдө көрүнгөн ачытар жырткыч бул душмандын символу болуп эсептелет. Шамал Манастын чапанын желбиретип, асмандагы кара булуттар каптап, айлана чоң согушка даяр турушат. Бул учур Манас баатырлык ачуусу менен элдин алдындагы чоң жоопкерчиликти сезет. Ал жеңиш үчүн гана эмес, элдин намысын, эркиндигинин жана өз уруусунун келечеги үчүн согушат. Ушул себепти тартыш үчүн мен жөнөкөй дельфиндин карандашын колдондум. Жана ошондой эле карандаш, бирок механический, анан ичкериги 5 мм колдондум. Жана ошондой эле кара лайнер 8 мм колдондум. Ошондой эле мындай өчүргүч, бирок бул жөнөкөй өчүргүч эмес, бул клячка деген өчүргүч. Ар кандай форманы алат, өзүн өзгөртөт.